Журналистика мамандығы қиындығы мен қызығы мол, жан-жақты білімділікті талап ететін жауапты сала. Өз шығармашылығы арқылы қоғамға да, адамға да қызмет ететін, қашанда жананың жаңалықты жақтаушысы, қолдаушысы бола алатын осы бір кәсіп иелерінің қатары жыл өткен сайын көбейіп келеді. Бүгінде білім ордамыздағы өмірін журналистикамен байланыстырғысы келетін жастардың қарасы көбеюде. Солардың бір тобы студенттік баспасөз орталығының 1-4 курс білімгерлерінен құрылған жас журналистер. Журналист білімгерлер қазан айының 31 жұлдызында студенттік баспасөз орталығы өздерін осы күнге дейінгі атқарған жұмыстарына есеп беріп, биылғы оқу жылына жоспарларын бекітті және де университет табалдырығына аттаған 1 курс білімгерлерін қатарына қабылдады. ЖМУ студенттік баспасөз орталығы 2015 жылы гуманитарлық факультетінің журналистика мамандығында білім алатын студенттерден құрылды. Мақсаты теория мен практика ұштастыра отырып, саналы да сапалы маман даярлап, кәсіби жұмыс істеуіне дағдыландыру, студенттердің өзіндік жұмыстары мен шығармашылықтарын дамыту, дейді студенттік баспасөз хатшысы. Орталықтың жас журналист білімгерлері бос уақыттарының басым бөлігін оқу телестудиясында өткізеді. Эфирге дайындалып, телеэкранға шығарылып жатқан әр жұмысы, газетке, сайтқа жарияланып жатқан әр туынды білімгерлердің ізденісі мен шығармашылықтарының жемісі. Журналист құрметті мамандық. Журналистика ешкімге ұқсамайды. Өзгеден өзгеше дараланып тұратын мамандықтардың бірегейі. Журналистика ардың ісі. Олай болса, кіршіксіз арымызға дақ түсірмей, адалдықпен ерекшеленетін бірегей журналист болайық. Азамат Ақанов, Алишер Ерқасым, оқу телестудиясы.